Сәлеметсіздер ме әріптестер? Менің есімім Әсел Сапарбайқызы. Каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда ұстаздардың өтіп жатқан аттестациядан өтіп жатқанын білеміз, иә. Осы жерде бізде жаңа талаптар бойынша ұстаз платформасы арқылы модератор сарапшылар өтіп жатыр. Ал енді мына зерттеуші, шебер, тағылымдамашы деген санаттар YouGov порталы арқылы жүзеге асады. Осы жөнде сұрақтар туындап жатқаннан кейін сіздерге осындай бір видео түсіріп көрсеткім келді. YouGov порталына өзіңіздің ЭЦП кілтіңізбен тіркеліп аласыз. Кейіннен білім бөліміне өтіп, осы жерде сіздерге жаңағы бөлімдер ашылады. Мектепке дейінгі білім, орта білім, колледждер, жоғарғы білім, жоғарғы оқу орнына кейінгі білім дейді. Сіз қай бөлімге жатасыз, сол өзіңіздің бөліміңізді таңдап аласыз. Мысалы, орта білім менікі. Мына жерде қызметтер шықты. Көп сан түрлі қызметтер бар, 16 түрлі қызмет бар екен. Толық көрсету деген батырманы басып, осы жерде педагогтарды аттестаттаудан өткізу үшін құжаттар қабылдау деген бөлімді басасыз. Содан кейін сізге онлайн жаңағы сұрау деген батырма ашылады. Осы онлайн сұрау батырмасын басу арқылы келесі бөлімге өтетін боласыз. Осы жерде қадамдар бар. Бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадам. Бірінші қадамда сіз өзіңіздің жаңағы құжаттарыңызды осы жерге енгізіп, барын растап толтырасыз. Кейін екінші қадамда қол қоясыз. Үшінші қадамда мәртебесі ашылады. Мәртебе дегеніміз жаңағы сіздің берген құжаттарыңыз қабылданды ма, қабылданбады ма, сол бойынша жауап беріледі, иә. Енді өтініштің түрі, мысалы, сіз егер зерттеушіні жаңағы қандай да бір санатты растап, болмаса қайтадан жаңадан беріп жатсаңыз, соны таңдайсыз. Мысалы, беру деп басып көрейік, иә. Мына жерде телефон номеріңіз жазылып тұрады. Мына жерге сіз өзіңіздің почтаңызды жазу керек боласыз. Кейіннен қолданыстағы қазірдегі біліктілік санатыңызды толтырасыз. Мысалы, қазір сарапшы зерттеушіге өтіп жатыр, иә. Жарамдылық мерзімін жазасыз. Мына жерге өзіңіздің жұмысқа жаңағы келу күн тәжірибе, жұмыс тәжірибесі дейді. Қай кезде келдіңіз, қай кезде жұмыстан босатылдыңыз дегендей ғой. Қосасыз, аласыз, және болмаса өзгертпесеңіз де болады. Осы жерге еңбек өтілін, мына жұлдызшалар тұрған бөлімнің барлығын толтыру керек. Онсыз қабылданбайды. Мына жерде жұлдызша тұрса, демек ол міндетті толтыру өрісі деген сөз екен. Мына жерде дипломыңыз туралы данныйлар, егер жоқ болса, тағы қоссаңыз болады. Егер тағы бір жоғарғы оқу орнын тәмамдап алсаңыз, осы жерге қоссаңыздар болады. Нақты аттестаттауға өтініш бойынша мәліметтер дейді. Осы жақта конкурстық комиссия, жаңағы қай комиссияның көмегімен өтіп жатсыз, соны белгілеп таңдайсыз. Біліктілік санатыңыз, қандай санаттасыз, соны жазасыз. Кейіннен атқарып жатқан лауазымыңыз, қандай лауазымның қандай бөліміне жатасыз, соны таңдайсыз. Мынадай жұмыстар негіз болып табылады деген жерге жаңа жетістіктеріңізді толтырасыздар. Файлды таңдаңыз деген жерде, осы жерде сіз жүктейтін жетістіктеріңізді бірінші ең алдымен компьютерға жүктеп қойыңыз керек, иә. Компьютердің бір белгілі бір рабочий столынан ба, осы жерден сіздер не ашып қоюларыңыз керек, почта ашып, осы жерге өздеріңіздің жетістіктеріңізді сақтап қойғаныңыз жөн болады. Себебі сол жеңілдеп жұмысыңызды жылдамдатқызады. Мына жерде бәрін болғаннан кейін, түгел толтырып болғаннан кейін, мына жерге сіз мен ұсынылған деректердің дұрыстығы құқықтық несі бойынша келісім беремін деп қанатша батырмасын екеуіне де басып, бұдан әрі батырмасын басасыздар. Менікі басылмай тұр, себебі мен мына данныйларды жұлдызшасы бар өрістерді толтырмадым, сондықтан маған бұдан әрі батырмасы шықпай тұр. Енді мына жерде сол кезде сіз бұдан әрі батырмасын басқаннан кейін сізге екінші қадам шығады. Екінші қадамда сіз қол қоясыз. Оны SMS арқылы жіберуге болады. Демек, мына жерде сіздерге байланыс номері деп тұрған жердегі YouGovқа тіркелген өзіңіздің номеріңізге SMS келеді. Сол SMS-тің кодын теру арқылы қол қоюға болады. Болмаса ЭЦП-нің өзінің кілтімен қол қоюға болады, иә. Кейін мәртебесі, оны қол қойып болғаннан кейін сізге мәртебе беті ашылады. Мәртебе бетінде сіздің жаңағы берген құжаттарыңыз қабылданды ма, жоқ әлде неше күнде қабылданады, сол туралы мәліметтер шығып отыратын болады. Егер сізге осы видео пайдалы болса, лайк батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Әрі қарай да сіздерге пайдалы ақпараттармен бөлісуге дайынмын. Сау болыңыздар, рахмет назарларыңызға.